Ал бизнесмендерге плюс 10 миллион теңге табатын құпиялармен бүгін бөлісетін болам. Оның ең біріншісі бұл бизнес YouTube. Яғни сен өзіңнің бизнесіңді YouTubeға жүктей отырып, тегін лидтер генерация жасай аласың. Мысалы, мынау біздің видеода егер де сен де бізбен бірге өсіп өркендеп шетел аралап жұлдыз болғың келсе, мынау WhatsApp-қа хабарлас деп мен айтам мысалы. Айына 20-30 видео түсіреміз, бірақ оның әрқайсысы әртүрлі просмотр жинайды. Біреу 10 мың, біреу 100 мың. Бірақ 10 мың жинағаның өзінде 10 мың адамның барлығы хабарласа қоймайды. Мен де тұлға болғым келеді, шығармашылығымды арттырғым келеді, мен де үлкен футболшы болғым келеді, актер болғым келеді деп. Соның 10 мың просмотрдың 10 адамы ғана келеді. Бірақ оның өзі үлкен эконом. Яғни сен 10 миллион теңге оборот жасайтын болсаң, кемінде 20%, яғни 2 миллион теңгесін сен маркетингке жұмсау керексің. Бірақ бұл әдіс арқылы, сен мына бизнес YouTube арқылы 2 миллион теңгені экономдадың. Мұнау арқылы тағы 2 миллион, мынау 2 миллион, 4 миллион. Әшін осы 4 қадам арқылы сен 8 миллион экономдадыңды. Мынау түрлерде қызық болатын болса, кросс-маркетинг, стандарттау, повтор продажа, комментарияға жаза кетіңіздер, сіздің бизнесіңіз не туралы екен, может ол туралы да мен мысалдар келтіретін болам. Яғни бағанағы әдіс арқылы, бизнес YouTube арқылы сен 2 миллион экономдадың. Оны сен плюс қалтаңа пайда қалдырсаң болады. Немесе сенің жұмысыңды жүргізіп атқан командаңа алғыс ретінде сыйлық жасасаң болады. Біз мысалы өткенде 16 миллион теңге экономдап, осы әдістер арқылы өзіміздің командамызға 6 машина, автокөлік сыйладық. Сыйладық дегенде барлығының осы 16 миллион теңге первоначальный осының бәрін құйып бердік, және ай сайын осы әдістерді дұрыс қолданып отқан кезде біз ай сайын төлейтін рассрочкаларының ақшасын төлеп отырады компания. Яғни бұл жерде айтқым келгені, сенде по-любому 10 миллион шығады. Может, бір айда, может, 2 айда, может, 3 айда. Бірақ ол бірден шықпауы мүмкін. Дұрыс әрекеттерді дұрыс қолдану арқылы. Сондықтан да біз бизнес-клуб аштық, именно осындай секреттерді, жасанды интеллект арқылы шығындарды азайту, қарапайым 1-2 әдіс арқылы табысты арттыру деген секілді. Сол ортаға қосыл, маған дайректке жаз қосылғы келсе. Бірақ ол қосылмай-ақ білім ала берсең болады. Рилс арқылы өткен мен ең бірінші мақсатым 20 мың кәсіпкерді табысын арттырып, жүйелеп, масштабқа шығару. Ал тез шығам десең, клубқа қосыла ғой. Комментарияға жазыңыздар, бағана бизнесіңіз не туралы екен, мен барынша мәлімет беріп отыратын болам. Барлықтарыңызды жақсы көрем.